Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін 2-ші сыныпқа арналған 31 сөзден тұратын қоян тақырыбында диктант жазамыз. Алдымен әдеттегідей мен мәтінді толық оқып шығамын, содан соң диктантымызды жазуға кірісеміз. Қоян. Ең жасқаншақ аң қоян. Ол кішкентай сабдырдың өзінен қашуға дайын тұрады. Қоян қараңғы түскен соң ғана сыртқа шығады. Күндіз өзіне жайлы жерде тығылып жатады. Қоянды аңшы да, жыртқыш жануарлар да аулайды. Ал енді достар, диктантымызды жазамыз. Алдымен мәтіннің тақырыбын жазамыз. Қоян. Қоян. Бірінші сөйлем. Ең жасқаншақ аң қоян. Азат жолдан бастап жазамыз. Ең жасқаншақ аң сызықша қоямыз. Қоян. Сөйлемді тексереміз. Ең жасқаншақ аң қоян. Келесі сөйлем. Ол кішкентай сабдырдың өзінен қашуға дайын тұрады. Жазамыз. Ол кішкентай сабдырдың өзінен қашуға дайын тұрады. Сөйлемді тексереміз. Ол кішкентай сабдырдың өзінен қашуға дайын тұрады. Келесі сөйлем. Қоян қараңғы түскен соң ғана сыртқа шығады. Жазамыз. Қоян. Қараңғы түскен соң ғана
сыртқа, сыртқа, шығады, шығады. Сөйлемді тексереміз. Қоян қараңғы түскен соң ғана сыртқа шығады. Келесі сөйлем. Күндіз өзіне жайлы жерде тығылып жатады. Жазамыз. Күндіз, күндіз, күндіз. Өзіне, жайлы, жерде, тығылып, тығылып, жатады. Сөйлемді тексереміз. Күндіз өзіне жайлы жерде тығылып жатады. Келесі сөйлем. Қоянды аңшы да, жыртқыш жануарлар да аулайды. Жазамыз. Қоянды аңшы да үтір қоямыз. Жыртқыш жануарлар да аулайды. Сөйлемді тексереміз. Қоянды аңшы да, жыртқыш жануарлар да аулайды. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқимын. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріңіздер. Қоян. Ең жасқаншақ аң қоян. Ол кішкентай сабдырдың өзінен қашуға дайын тұрады. Қоян қараңғы түскен соң ғана сыртқа шығады. Күндіз өзіне жайлы жерде тығылып жатады. Қоянды аңшы да, жыртқыш жануарлар да аулайды.